Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберейік. Елімізде Өшірі қаласында аяз сақталады. Бүгін Астанада жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз -8, -10, түнде -20, -22 градусқа дейін төмендейді. Алматыда күнде ашық, аздап бұлтты болуы мүмкін. Күндіз -7, -9 градус, ал түнде -15, -17 градусқа дейін суық. Шымкентте синоптиктердің болжамынша күн ашық болады. Күндіз термометрінің бағаны -4, -6 градус көрсетсе, ал түнде күрт суытып -17, -19 градусқа дейін барады.